Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен, Ноғайбек Аслай. Бүгін сіздерге оқушылардан кері байланыс алуда уақытты үнемдейтін оңай интерактивті әдісті Ookla платформасын көрсеткім келіп отыр. Алдымен Googleға платформа атауын енгіземіз. Экранға шыққан алғашқы парақшаға өтеміз. Енді тіркелейік. Тегін тіркелу деген батырманы басамыз. Ары қарай Google парақшаңызбен тіркелуге болады. Мұнда кішігірім сауалнама бар екен. Тез жауап беріп өтейік. Мен тез басып өттім. Мұнда аты жөнімізді, фамилия және де оқу орныңызды көрсетсеңіз болады, және мемлекетті міндетті түрде көрсетіп, барлық шарттарды қабылдаймын деген батырманы, птичканы қолдап ары қарай өтеміз. Бұл приложенияны мен сіздерге айтайын, ең оңай, ең жеңіл платформалардың бірі дер едім. Күнделікті сабаққа қолданғанға ең қажетті платформа, бір үйреніп алсаңыздар болды. Бұнда күрделі еш нәрсе жоқ. Міне негізгі парақша. Осы жерде создать событие дегенге кіреміз. Міне мәзір шықты. Мұнда әр түрлі тапсырмалар тұр. Ішінен біреуін сіздерге көрсетейін. Перетащите и отпустите деген тапсырма екен. Онда бұл жерде карта қызық болар деп картамен тапсырманы алдым. Яғни елді мен атын жазсам, оқушы сол қай ел екендігін жаңағы белгілеу арқылы көрсету керек. Бұл әр оқушы телефонмен кіру арқылы жеке орындай алады. Қажетті суретті жүктейсіздер. Сол суреттегі оқушылар табу керек объектіні осы цифрлармен 1, 2 деп белгі қойып қоятын боласыздар. Тапсырманы құрастырып болсаңыз сохранить, немесе отобразить сейчас дегенді бассаңыз болады. Яғни дәл қазір ойынды қосамыз, немесе сақтап қоямыз. Міне мен бірден қостым. Енді жоғарыда көріп тұрсыздар ма? Бізде код тұр. Сол код арқылы оқушылар қосылатын болады. Қане бірге байқап көрейік. Телефоннан Ookla деп жазатын болсақ, бірден сайтқа өтетін боламыз. Экрандағы кодты енгізіп, тапсырманы енді орындай беруге болады. Египет. Картадан Египетті көрсетуіміз керек. Дәл осылай тізімдегі елдерді көрсетіп шығатын боламыз. Дұрыс жауабын тексерейік. Барлығы дұрыс. Төменге қарасаңыздар, правильный ответ деп тұр. Неше адамнан нешеуі дұрыс жауап берді көре аласыздар. Мұндай тапсырмалар мұғалімдердің өмірін жеңілдететіні анық. Келесі қызықты тапсырма метка на изображении. Тақырыпты көрсетеміз, қажетті фотоны жүктейміз және тапсырманы белгілеп көрсетеміз. Мысалға мен дене мүшелерін алдым, яғни ағылшын тілінде. Осы дене мүшелерін қалай аталады ағылшын тілінде жазып көрсету керек оқушылар. Дұрыс жауаптарын міне 1, 2 деп жазып көрсетіп жатырмын. Тапсырмамыз дайын болса, дәл қазір ойнатсаңыздар болады. Отобразить сейчас деген басу арқылы, немесе сақтап қою арқылы кейін ойната аласыздар. Мен сіздерге көрсеткім келіп отыр ойнатып. Міне код берілген, оқушылар QR немесе код арқылы ойынға қосыла алады. Төменгі жақта неше ойыншы қатысып отыр, көре аласыздар. Ал мынау екінші жағы, яғни оқушы тарапынан телефон арқылы қосылып көрейік. Кодты енгіземіз. Ойын шарты бойынша әр санның үстін басу арқылы ағылшын тілінде қалай аталады жазып шығуымыз керек. Сәттілік.
Оқушылардың зейінін тексеруге болатын жақсы қолайлы тапсырманың бірі найти на изображение деп аталады. Тапсырманың атауын жазамыз, қажетті суретті жүктемесе, оқушылардың белгілеу керек тапсырмаларын өздеріңіз көрсетсеңіздер болады. Мен мына суретті қойып, 4 айырмашылықты тап деп атау қойдым. Барлығы белгілі болар тақырыптан ақ. Ендеше сәттілік. Телефоннан ойынға кірісейік. Әдеттегідей экраннан дұрыс жауабын тексере аласыздар. Күнделікті сабақта қолдана алатын составить пары, яғни жұптастыру ойынын көрсеткім келіп отыр. Тақырып немесе шартын мен бұл жерге жазып көрсеттім, яғни танымал фильм режиссерларын атауларымен сәйкестендіріңіздер дедім, яғни жұптастыру дедім. Мойындаңыздаршы, қазіргі балаларға осындай интерактивті, телефонмен орындалатын, қысқа уақытты ғана алатын тапсырмалар қызық. Ал сіз тегін үйреніп алып, өз сабағыңызды жемісті етпексіз. Тапсырмамыз дайын және мониторда. Кәне, бірге орындап көрейік. Бос орынды толтырыңыз тапсырмасына келіп жеттік. Бұл тапсырманы грамматикалық тақырыптарды өткен кезде қолданған өте сондай тиімді деп есептеймін. Алайда әрине әркімнің өз қиял фантазиясына байланысты. Мен бұл жерде ағылшын тіліндегі present simple нағылшаққа байланысты бос орында толтырып шығыңыздар дедім. Міне дұрыс жауабымен көрсеттім. Өте қызықты болмақ. Экраннан тапсырма осылай көрінеді екен. Ал сіздер орындай аласыздар ма? Құттықтаймыз, дұрыс жауап. Неше оқушы қай жауапты көрсеткенін көре аласыздар. Барлық пәнге универсал қолдануға болатын создать сортировку, яғни дұрыс реттілікпен орналастыру тапсырмасын үйреніп алуды сіздерге кеңес беремін. Тапсырманың құрастырылу жолын көрсетіп жатырмын. Осы жолғы тапсырма қызықты болмақ. Қазіргі заманғы социологияда адамдардың туған жылдарына байланысты ұрпаққа бөлінісін дұрыс ретпен хронология бойынша орналастырыңыз дегенмін. Экранда тапсырмамыз дайын, сіздер де үлес қосып көріңіздер.
сабақты қорыту үшін, оқушылардың кері байланыстарын алу үшін, міне ең бүгінгі біздің видеоролигімізді де қорытындылайтын тапсырмаға келдік, яғни көп жауапты сұрақ деп аталады. Бұл жерде бір ғана сұрақ қою арқылы оқушылардан жауап ала аласыздар. Бұл тапсырманы оқушылардың дауыс беруі үшін де пайдалана аласыздар. Бір ғана батырманы басу арқылы оқушының не ойлайтынын біле алатын ең қызықты словарное облако, яғни сөздік бұлтына келдік. Осымен бүгінгі видеомыз қорытындылаймыз. Яғни, міне сұрақ қоясыздар, соған оқушылар өздерінің жауаптарын жазу керек. Немесе егер сіздердің ашық тәрбие сағаттарыңызға көрермендер келіп отырса, басқа әріптестеріңіз келіп отырса, ол кісілерге де осы кодты көрсетсеңіздер болады. Олар сіздерге код арқылы кіріп, өздерінің бүгінгі сабақ туралы кері байланыстарын беретін болады. Сіздер бұл приложениеде 3 тапсырма ғана құрастыра аласыздар тегін. Мен сіздермен дегенмен бір лайфхакпен бөлісейін. Сол егер тапсырманы орындатып қойсаңыздар, қажет емесін әрқашан өшіріп отырсаңыздар, жаңасын соның орнына құрастыра бересіздер. Осылайша бұл приложениені шексіз қолдануға болады. Сіздің оқытуыңыз шабыттың бастауы. Бірге дамиық. Оқыңыздар, үйреніңіздер, бөлісіңіздер және эксперимент жасап көріңіздер. Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды.